Солнечный кентінің тұрғыны екі жасөспірімді ажалдан аман алып қалды. Қайғылы оқиға кенттегі су қоймада орын алуы мүмкін еді. Абырой болғанда екі жасөспірімнің жанайқайын дер кезінде естіген Денис Леонтьев дереу көмекке келіп, өмір мен өлімнің ортасында қалған балаларды құтқарып үлгерді. 24 Мамырдың 24 күні мен екінші электр станциясының су қоймасында болдым. Балалардың шомылып жүргенін көрдім. Кейін олардың көмек сұрап, айғайлаған дауыстарын естідім. Бірден суға секіріп көмектесуге жанталастым. Басқа ой жоқ, тек балаларды дереу құтқаруды ғана ойладым. 2009 және 2010 жылдары туылған екі жасөспірімді оқиғадан кейін жедел жәрдеммен орталық аудандық ауруханаға жеткізді. Қазіргі уақытта олар дәрігерлердің бақылауында. Айта кету керек, Денистің дәл осындай оқиғаға тап болуы алғашқы жағдай емес екен. Также в Солнечном. Солнечныйда қоғамдық жағажайда қызды құтқарған кезім болды. Оны үрленген матраспен жағадан алып кеткен. Одан бөлек 2019 жылы Қарағанды облысындағы Топар кентінде қайықпен суға аударылып түскен жігітті құтқарып қалғаным бар. Бұл ісін Денис ерлік деп санамайды. Мұндай жағдай тағы да қайталанар болса, ойланбастан құтқаруға жөнелетінін айтады. Сондықтан болар жақында оны Жас отан жастар қанаты Павлодар филиалының белсенділері болашақта қайғылы жағдайлардың алдын алу үшін арнайы құрылған сақтандыру рейді жасағын басқаруға шақырды. Өз кезегінде төтенше жағдайлар басқармасының мамандары тұрғындарға сақтық шараларын сақтау керектігін ескертеді. Хотелось бы обратиться к жителям Экибастузского региона. Екібастұз аймағының тұрғындарына айтарым, шомылу маусымы әлі ашылған жоқ. Рұқсат етілмеген су қоймаларына шомылуға қатаң тыйым салынады. Қазір күнделікті рейдтік іс-шаралар жүргізілуде.